иманы өте мықты келіншек болған әйелі. Сонда жаңағы қасиетті Рамазан айында бала шағасы айтады екен: балаларым, қасиетті Рамазан айында Аллах Тағала қандай дұға тілесеңдер де дұғаларыңды қабыл етеді, шын ықыласпен қабыл етеді дейді. Сонда кішкентай қыз тұрып сұрайды екен: анашым, біз үй сұрасақ үй бере ме Аллах Тағала дейді. Сонда анасы қызына: иә, үй сұрасаң үй береді Аллах Тағала, сондай мейірімді, рахымды дейді. Сонда жаңағы 30 күн бойы оразада анасы дұға тілеген кезде, намаз оқыған кезде артында қыздары әмин әмин деп тұрады екен. Аллах Тағаладан сондай көркем түрде үй сұраған екен. Сонда өмірлік жары ер азаматы сенбейді екен: не сұрап жатсың сен деп. Үй сұрап жатырмын Аллах Тағаладан, үйімнің алдында сондай өзен көл ағып тұратын үй сұрап жатырмын дейді екен. Сонда ер азамат сенбейді екен. Сөйтіп арада біраз уақыт өткен кезде мешіттен ер азаматы айт намаздан уже неден шыққан екен, ораза біткен екен, айт намаздан шыққан кезде ер азаматтың алдынан бір кісі шыққан ғой. Осындай ең бірінші шыққан айт намаздан шыққан адамға осындай өзім ниет етемін, бір үйді нәсіп етемін деп. Өте бай кісі екен. Сонда жаңағы күйеуі жаңағы әңгімені естіген кезде талып қалған ғой күйеуі. Сөйтіп қайтып тұрып, не жағдай болды десе, осындай әйелім осындай дұға тілеп еді, осы жағдайдан кейін осындай болып тұрмын, сенбей едім, өзім де сенбей тұрмын дейді. Сөйтіп жаңағы үйді барып, жаңағы бай кісі үйін бәрін тапсырып жатса, келіншек жаңағы үйдің әр бөлмесін көріп, былай көріп, бір уақытта ана кісіге айтады дейді: сіз не іздеп жүрсіз десе, мен өзен іздеп жүрмін деп айтады дейді. Үйімнің алдынан өзен болсын деп Алладан сұрағам деп айтады дейді. Сонда ана кісі таңғалады дейді: бұл мәселені шейхке барайық. Шейхке барса, шейх жаңа кісінің сенімін өте мықты екенін көріп, үйіңіздің алдында басқа не бар десе, мешіт бар депті. Жаңадан алған үйдің алдында мешіт бар депті. Онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уағызы бар ғой: кімде кім үйінің алдында жаңағы мешіт болып, 5 уақыт намазды мешітте оқитын болса дейді. Өзенмен тең келген ғой енді. Кімде кім үйінің алдында өзен болып тұрып, сол өзенге 5 уақыт жуынатын болса, сол адамда ешқандай кір болмайды ғой дейді да, таза болады. Сол себептен мешітті де, үйді де Аллах Тағала қасиетті Рамазан айында шын ықыласымен тілеген отбасына Аллах Тағала нәсіп еткен екен да. Сол себептен қандай жағдай болсын, Аллаға деген сенімдеріңіз нық, шынайы болған дұрыс әрбір мұсылман. Әмин десе болды. Ой, рахмет, айналайын.